Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 37-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін қарап отырыңыздар. Ендеше Абай шығармалары ұрпаққа мәңгі мұра. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері, сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табуды үйренемін. 22-ші тапсырма: сөйлемдерді оқы. Қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Оларды санамалап оқы. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Бірінші, біз Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін оқимыз. Екінші, Айша, Жанар, Сәуле үшеуі дос. Үшінші, жел дүрілдейді, ысқырады. Бейімбет Майлин. Төртінші, Ләйла үйге барсын, тынықсын. Бірінші, қара сөздерін, өлеңдерін, нелерін? Екінші, Айша, Жанар, Сәуле кімдер? Үшінші, дүрілдейді, ысқырады, не істейді? Төртінші, барсын, тынықсын, не істесін? Келесі 23-ші тапсырма: сөйлемдерді оқы, сызбаларға қарап бірыңғай сұраққа жауап беретін сөздер. Сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқаратынын байқа. Бірінші, Қастек Мұзафер ескен балаларға арнап бірнеше кітап жазады. Кімдер жазады? Екінші, ол сенен оқысын үйренсін. Ол не істесін? Оқысын үйренсін. Үшінші, біз табиғатты, ауаны, қоршаған ортаны қорғаймыз. Біз табиғатты, ауаны, қоршаған ортаны қорғаймыз. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші, Қастек Мұзафер ескен балаларға арнап бірнеше кітап жазды. Екінші, ол сенен оқысын үйренсін. Үшінші, біз табиғатты, ауаны, қоршаған ортаны қорғаймыз. Сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай мүшелер дейміз. Бірыңғай мүшелер сөйлемдегі бір мүшемен ғана байланысады. Мысалы, Әсем демалыс кезінде көрмеде, мұражайда, театрда болды. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Келесі 24-ші тапсырма: өлеңді көшіріп жаз. Байқоңырым байлығым, биіктеткен бағамды. Тоқтар, Талғат, Айдыным, ғарышкерлер табанды. Бекжан Көпбосынов. Бірыңғай мүшелердің астынсыз, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт, өлеңнің мазмұнын айт. Тоқтар, Талғат, Айдыным бірыңғай мүшелер, сөйлемде бастауыш қызметін атқарып тұр. Ал келесі 25-ші тапсырма: бірыңғай сөзінің мағынасына мән бер. Бұл сөз нені білдіреді? Бірыңғай мүшелердің бір-біріне ұқсастығы неде? Бірыңғай мүшеге өзің мысал келтір, дәлелдеп үйрен. Бұл бірыңғай мүшелер. Өйткені бәрі бір ғана сұраққа жауап береді. Сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқарады. Бәрі бір сөз табынан болады. Бүгін біздің үйде Айнұр, Айгүл, Мақсат, Арман төртеуі қонаққа келді. Сабаққа арнайы дәптер, қалам, қарындаш, күнделік сатып алдым. Ал келесі 26-ші тапсырма: сөйлемдерді көшіріп жаз, бірыңғай мүшелерді тауып, олардың бірыңғай мүше екенін дәлелде. Ұлықбек Әмір Темірдің немересі. Ол жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болады. Ұлықбек Платон, Аристотель, Птолемей сияқты грек ғалымдарының еңбектерімен ерте танысады. Орта Азияның ұлы ғұламалары Әл-Фараби, Әл-Бируи, Ибн Сина еңбектерін жете меңгереді. Шығыстың ұлылық кітабынан дәлелдеу үлгісі: ұлықбек жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болады деген сөйлемдегі поэзияға, философияға, тарихи, астрономияға сөздері бірыңғай мүше. Өйткені бұлар неге деген бір ғана сұраққа жауап береді. Бәрі де құштар болады деген баяндауышқа қатысты болып тұр. Ұлықбек Әмір Темірдің немересі. Ол жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болады. Аристотель, Птолемей сияқты грек ғылымдарының еңбектерімен ерте танысады. Орта Азияның ұлы ғұламалары Әл-Фараби, Әл-Бируни, Ибн Сина еңбектерін жете меңгереді. Ал балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.